Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай кешкі асқа арналған біздің духовкада пешімізде пісетін дәмді ас дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай тауығымызды алып, артық бөлшектерін, керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Және де ыңғайлы болу үшін кішкене бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Осылай тауықты турап алдық. Енді өзімізге керек көкөністерді қабығын ашып, жақсылап жуып, қалаған формада турап шығасыздар. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне тауық етімізді орналастырып, керек дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластырып, 30 немесе 40 минутқа қалдырып қоясыздар. Менде осылай 30 минут тұрды. Енді өзіме қажет формаға салып, қызып тұрған пешімізде 1,5-2 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Осылай барлығын формаға орналастырдым. Ешқандай су құюдың қажеті жоқ, себебі тауықтың өзінің суы шығып, барлығы біркелкі жақсы пісетін болады. Менің арнамдағы рецепттер ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыз. Және алдағы видео рецепттерді үзбей көріп алу үшін қоңырауша белгісін басып, менің арнама тіркеліп алыңыз. Барлығын осылай салып болғаннан кейін, бетін міндетті түрде фольга қағазымен жауып, пешімізге салатын боламыз. Тағамымыз осылай пісіп шықты. Барлығыңызға ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.